Президенттің осыдан 3 күн бұрын ба берген тапсырмасы, ол бұрыннан да айтылып жатқан тапсырмалар ғой. Жалпы экономиканы тараптандыру, экономиканы өсімін қамтамасыз ету деген сияқты. Бірақ енді біз халыққа мынаны жеткізейікші. Алдымен бүкіл экономиканы көтеру үшін бізде бюджет мардымды болу керек, жеткілікті болу керек. Қазіргі мәселенің бәрі осыдан шығып жатыр да. Енді кеше айтқан президенттің айтқаны ол әлі шешім емес, ол әлі де қоғам арасында талқыланады. Сонымен қатар бізге керегі, заң тілімен айтсақ, ол әлі салық кодексі тиісті өзгерістер енгізілген жоқ, әлі талқылау үстінде. Бірақ соңғы кезде байқағанымыз, көбінесе кейбір сарапшылар манипуляцияға жасау еркін беріп, жаңағы жасанды жалған пікірлерді айтып жатыр. Мен бір таңғалғаным, кеше президент тапсырмасына жалпы енді біз әртараптандыру арқылы жалпы бюджетті егер жақсы неге салсақ, бюджетіміз молынан болса, ол жалпы еліміздегі экономиканың несін артыруға септік етеді. Жалпы әл ауқатқа да, халықтың әл ауқатын көтеруге жағдай. Мысалға, әртүрлі инфраструктура, инженерлік инфраструктура бәрін дамытсақ, оған сәйкесінше инвесторлар тартылады, халықтың жаңағы жұмыс көздері ашылады деген сияқты. Бірақ осы бюджеттің жетіспеушілігіне қазір біз салықтық саясатты қайтадан реформалау бойынша президент тапсырмасы берді. Енді ол парламентке енді кіреді, сол кодексті әлі бізді толыққанды білмейміз, детальді жалпы ішкі өзгерістерін. Бірақ мұна біз әлемдік салық мынандай өзгерістер бар да, кеше енді мынау НДС дейді орысша айтқан кезде, қосымша құн салығына жалпы соған байланысты өзгеріс болып жатыр ғой. Бірақ біз мынаны түсінуіміз керек. Бұл деңгейде жалпы өсімінде, жаңа 20% деп айтып жатырмыз ғой, көптеген әлемде дамыған мемлекеттер өмір сүріп жатыр. Бірақ кейде манипуляция жасап, біз НДС төлемейтін ақш сияқты елде, бірен саран елді ғана айтамыз, ал жалпы жаңа дамыған мемлекеттерді айтпаймыз. Мысалы, көп елдерде бұл тәжірибе бар. Бірақ қоғам арасында да кейде осындай түсініспеушіліктер болып жатса, наразылық болып жатса, оған да түсінушілікпен қарау керек. Мысалы, Европада салықты әрдайым көріп жатсыздар ғой, митингтер болып жатады. Сол митингтердің әрбір 2 митингтің біреуі осы салықтың өсіміне байланысты болып жатады. Сондықтан бұл қалыпты мәселе. Бұған тек қана халықтың арасына кейіннен бұны талқылап түсініктеме жүргізу керек. Енді салықта бізде әлде реформалада біз наны ұмытпауымыз керек. Тек қана түсімдергені назар аудармай, сонымен қатар оңтайландыру дейді ғой, яғни оптимизация шығыстарды. Соған толық мән берсек. Өйткені бізде кірісті көбейте отырып, бірақ шығынымызды дұрыстап реттемесек, ол да үлкен кірістен ода пайда болмайды. Мен ағамыз жалғастырып жүрейін сөзін. Келсем көп дүниесіне. Жаңа айтып кеткен нәрсе, енді біз Конституцияда айтылған ғой, әлеуметтік мемлекетпіз ғой. Бізде жалпы мынау қазір салық реформасы осы әлеуметтік бастамаларға бағытталып отыр. Жаңағы әлеуметтік пособие бар, басқа бар, көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар ғой, соларға бағытталады. Дегенмен біз мынау оңтайландыру тұсында экономика мәселесіне келсек, бізде көптеген экономика әсері беруші мемлекеттік бағдарламалар бар, өте көп. Бірақ олардың тиімділігіне әлі толыққанды біз баға бере алмай жатырмыз. Әрине, министрлік жаңағы функциясы қателеспесем экономика министрлігінде болу керек. Бірақ сол айналдырған 1-2 департамент сома айналысалшар, оның эффективности, тиімділігі бағдарламада барлығын өзі индикаторлар қойылады, сандық индикаторлар. Солға нақты жетіп жатыр ма? Оның өзі бұрмаланады. Мен бұл жерде тек қана сандық, ал сапалық жағы қанша болып жатыр. Сол тұрғыда, мына ағам жаңа квази секторларға көйтіп кетті ғой. Енді көптеген сарапшылар мықты-мықты жаңағы самұрық сияқты басқа да нелерге әлі сындары көп. Сонымен қатар бізде көптеген РГП бар, әртүрлі мемлекеттің қасында құрылған қосалқы функцияны атқаратын ұйымдар бар. Соларды оңтайландырудың уақыты келді ау деймін. Ендігі президенттің айтқаны белді бекемдеу керек деген, яғни осыған саяды деп ойлаймын. Өйткені көптеген шығындар бізде мақсатсыз жұмсау. Сонымен қатар, енді мынау соңғы кезде мен сарапшы ретінде бір байқаған, көптеген елді мекендер, жаңадан аудандар ашылды, облыстар ашылды да, солардың тиімділігіне де тағы бағалау жасау керек шығар. Өйткені міне 3-4 жыл өтті, бірақ сол өңірлердің өзі тиімді басқаруды көрсете алмай жатыр. Сондықтан қазіргі ұлттық экономика министрлігі салық реформасына қосалқы ретінде осы оптимизация, яғни оңтайландыру мәселесіне де көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын.
Бұлар енді салықты төлесе де, бірақ дегенмен тиісті мөлшерінде төлемеу үшін осындай айлаларға барып жатады. Сосын тағы бір мәселе бар. Бұл жерде сіз тоқтата тұрайыншы, заң жүзінде айтайықшы, заң тілімен. Осындай азаматтарға бізде заңның аясында жауапкершілік қарастырылған ба? Ол заңды, Жанерге айтқан қазір көлеңкелеген методтар ғой, ол заңды түрде. Бірақ бізде салық жаңағы кіріс департаменті толыққанды функциясын беру, бақылауын беру керек. Қазір олар тексере алмайды. Жайынан барып тексеріп осыны қайтадан бұрын анау 90 жылдар болды ғой, функциялар соны беру керек. Тексеруге болады. Өйткенде біздің жаңа айтып кеткен қоғамдық сана, оны өзгертпей, бұл бізде бәрібір мынандай лазейка дейді ғой, жалтаруды табамыз біз.